Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен ерекше құймақтың рецептісімен бөліскім келеді. Бұл құймақ ешқандай айранға, сүтке жасалмайды. Бір ерекшелігі, ең алдымен ыдысымызды аламыз. Ыдысымызға жылы бөлме температурасындағы жұмыртқаларымызды шағып аламыз да, одан кейін барып қантын, тұзын қосып араластыратын боламыз. Міндетті түрде мен рецепттің астына жазып кетемін. Қанша қосатынымды сол жерден көрсеңіздер болады міндетті түрде. Одан кейін жақсылап жұмыртқаны араластырып болғаннан кейін қаймақ қосамыз. Міне бір ерекшелігі, бұл құймақ қаймақпен жасалады. Сіздер қаймақпен жасап көрдіңіздер ме? Ерекше болып шығады, жұмсақ, жабыспай, керемет болып піседі. Қаймағымызды жақсылап араластырғаннан кейін осындай масса болады. Одан кейін ұнымызды аз-аздан салатын боламыз. Басында ұнды салып жатқан кезде қоюлана бастайды, оған қарамай араластыра беріңіздер. Ең соңында араласуы қиындау болып қалады да, міне осындай болып қою болып қалады. Оған да мән бермеңіздер. Кейін үстіне қайнап тұрған кипяток дейміз ғой, жаңа ыстық суды құятын боламыз. Осыдан кейін де ешқандай ішінде іртік домалақтар қалып қалмайтындай сұйық күйге енгенше жақсылап асықпай араластырып алыңыздар. Міне осылай қараңыздар. Осылай қатты араластырсаңыздар, өзі бірден сұйық бола бастайды. Осындай массамыз сұйық болғаннан кейін, міне қараңыздар. Осындай болу керек. Табамызды қыздырамыз. Енді өздеріңіздің үйлеріңізде құймақты қандай табаға пісіресіздер, ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Астын міндетті түрде бір майлап, бір қатты қыздырып жіберіңіздер. Одан кейін орташа отқа қойыңыздар да, құймақтарыңызды құйып, екі шетін аударып, қызартып, әдемілеп пісіріп алсаңыздар болады. Асты жабыспай, керемет болып шығады. Сосын кейін мынандай тесік болып, кейде қаттырақ қыздырып жіберсеңіздер, мынандай тесік болып, әдемі болып пісетін болады. Ажурный блинчики деп жатады ғой, тура сондай болып шығады. Міне қараңыздар. Ешқандай да қиындығы жоқ. Міне астын көрсетейін сіздерге. Маған кішкене ыстықтау болып тұрды. Сіздерге көрсетіп жатырмын. Осымен бәрін пісіріп алдым. Өте оңай рецепт, жұмсақ, ешқандай да мыжылмайды, сынбайды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Салмасына мен сүзбе салдым. Қалаған салмаңызды салсаңыз болады. Осымен дайын ас болсын. Егер осы рецепт сізге ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.